Достар, жасыл ипотека бойынша біраз сұрақ келеді. Жасыл ипотека деген не? Жасыл ипотека ол бағдарлама отбасы банктен. Бұл ипотека бойынша тек қана белгілі үйлер ғана, сол белгілі үйлерден ғана ипотеканы рәсімдеуге болады. Ол ипотеканың шарттары қандай? Алғашқы жарна 20% құрайды. Банктың пайызы, егер де сіз үйдің кезегінде тұрмасаңыз және жыл выплата алмаған болсаңыз, онда сіз 12,5%-бен осы жасыл ипотекамен үйді алуыңызға болады. Және де 20% сала салып, ешқандай күтпей, депозиттің көрсеткішін күтпейсіздер, бірден алып кетуіңізге болады. Және де жасыл ипотека бойынша кез келген үйден ала алмайсыз. Ол тек қана экологиялық стандартқа сәйкес және де белгілі стандарттың сертификаттары болу керек ол үйлерден. Сондай үйлерден ғана сіз үйді ала аласыз. Оны білу үшін банктың бөлімшесіне барасыздар және сұрайсыздар, жасыл ипотека бойынша қандай үйлерден алуға болады деп.